сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сақпарова Ақназ Руслан қызы. Номер 38 қазақ орта мектебінің 11 сынып оқушысымын. Жеті атасын білмеген жетесіз деген қазақ халқына айтып кеткен ақыл сөзі ешқашан ойымнан шыққан емес. Осы сұрақтың төңірегінде мен кіммін, алдыңғы буындар қандай адамдар және олардан қандай үлгі ала аламын деген сұраққа жауап ретінде атам Сарыны айтпақпын. Сары Тұрдалин 1899 жылы Қобда ауданы Жаңаталап ауылында дүниеге келген, Табын руының Сармантақ бөлімінен тараған. Жастайынан алғыр кеңес үкіметі орнамас бұрын арабша 2 кластық білім алып, одан кейін жаңаша 4 жылдық мектепте және Семей партиялық курсында білім алған. Ауданда алғашқылар қатарында болып, 1924 жылы партияға өткен соң, ауылдағы номер 15-ші оқыту үйін басқарды. 1934-36 жылдары қызметі жоғарылап, Ойылдағы аудандық тері дайындау мекемесін басқарды. Келесі 2 жылда аудандық партия кабинетінің меңгерушісі қызметін абыроймен атқарып, оны Алматыға жоғары мектебіне оқуға жіберді. Бұл кезде бүкіл Қазақстандағы сияқты Ойылда да қызыл террордың қайнап тұрған кезі еді. Саратаның азап заманы жолдамамен Алматы қаласына партия мектебіне оқуға барғаннан басталады. Оқудың орнына ол жедел тұтқындалып, Ақтөбеге абақтыға жабылады. Сөйтіп, 1938 жылдың 26 желтоқсанында Ойыл аудандық бюросы оны НКВД органдары тұтқындап, халық жауы атағын беріп, оны партиядан шеттетеді. Жазықсыз жала өз заманына сай білімді, қайсар жанды мойытпайды. Ол өзінің жазықсыз жапа шегіп отырғаны туралы КСРО замандағы бүкіл халықтар көсемі Иосиф Сталиннің өзіне хат жазып, өзінің бостандығын талап етеді. Бұл оқиға ол заманда тозақтан оралумен тең болатын, және бас хатшыға хат жазу, оны жолдаумен қатар бостандыққа шығу мүмкін емес еді. Бұл атам үшін үлкен бір сәттілік болды. Сары Тұрдалинді партия қатарына қалпына келтіру туралы бюро шешімі бекітіледі. Осы шешімі кезінде өзін партия қатарына алған Қобда аудандық партия комитеті Сарыға көптен күткен партия құжаттарын қалпына келтіріп береді. Ол Жанкелдин атындағы колхоз басқармасы болып, тылда адал қызмет етеді. Саратам өз еңбек жолын бастаған Жанкелдин атындағы колхоз басқармасының төрағасы, Қобда кеңшарының ферма меңгерушісі, сонымен қатар Астрахан сельпосында сауда қызметкері болып, жемісті еңбек етіп, 1973 жылы дүниеден озды. Атамның басынан өткен оқиғаларды естіп, елестете отырып, мен үнемі ерекше сезімге бөленемін. Себебі мен үшін елімнің тарихы өте маңызды. Соның ішінде тарихта өзінің өшпес ізін қалдырған ұлы адамның ұрпағы болу мен үшін үлкен мақтаныш. Ұрпағы үшін, ел үшін қаншама қиындық көрсе де, қай қырынан болса да үлгі бола білді. Мен де өз алдыма атамның қалдырған ізін жалғастырып, халқымның жақсылығы үшін болашақта адал қызмет ететін, білімді де білікті маман боламын деп серт беремін.